Армысыздар, арнама қош келіпсіздер. Сіздермен бірге пайдалы ақпарат қызық арнасы. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз қиярдың пайдасы және қияр арқылы артық салмақтан арылу туралы болмақ. Қабыл алыңыздар. Қиярдың денсаулыққа пайдасымен таныса отырыңыздар. Қиярдың 95% судан тұрады, ал мұның құрамындағы су тірі болып табылады. Сонымен қатар құрамында ақуыз, аз мөлшерде көмірсу, глюкоза, крахмал, фруктоза және В, С тобындағы дәрумендер, калий, фосфор, кальций, магний және басқа да микроэлементтер мен асқазан қорытуын жақсартатын органикалық қышқылдар бар. Құрамындағы осы заттардың арқасында ерекше қасиеттерге ие қияр көкөнісі адам ағзасына көп пайдасын тигізеді. Қиярдың тағы да бір ерекше қасиеті ағзаға артық майдың жиналуын болдырмайды. Себебі мұның құрамында болатын тартрон қышқылы майды ерітеді. Сондықтан да артық салмақтан арылғысы келетін жандар үшін ең тиімді көкөніс болып табылады. Қияр диетасы: таңертең 1 стақан су, жарты сағаттан соң калориясы 200 ккалды құрайтын майсыз тағам, ботқа, балық, сүзбе, ірімшік, жұмыртқа тұтыну керек. Күннің қалған уақытының барлығында тек қана қияр немесе одан жасалған салаттарды қара нанмен қосып, сағат 12, 14, 16, 17, 19, 20 аралықтарында жеу қажет. Артынан су немесе көк шай ішеді. Ұйықтар алдында калориясы 100 ккал құрайтын кез келген жемістер жеу қажет. Калориясы аз қияр салатын дайындау жолы: 0,5 және 1 кг қиярды ірі етіп турап, 30 грамм майлылығы төмен қаймақ немесе айран дәміне қарай ақжелкен, ас көк қосып араластыру керек. Айран мен қаймақ орнына 10 грамм өсімдік майын қосуға болады. Есіңізде болсын, майлы өнімдермен араласқан қияр калориясы өте төмен болса да тойымдылық сезімін береді. Енді осы қиярдың артық салмақты арылту жолдарына толығырақ тоқтала кетейін. Қияр сусыны мынадай аптап ыстықта шөлді басатын өте дәмді сусындардың бірі. Сонымен қатар ағзаны тазалайтын, артық салмақтан арылтатын да қасиеттері бар. Ендеше осындай пайдалы сусынды қалай дайындауға болады, қанша көлемде ішу керектігі жөнінде айтатын боламыз. Қазіргі уақытта адамдар шөлде қалса ыстық шай немесе кофе ішуге құмартып тұрады. Бұдан ағза құрғап, сусыздана бастайды. Оның орнына ыстық күндері бір дана қияр жеген әлдеқайда пайдалы. Дененің құрғауы адам ағзасы үшін өте зиянды екенін жасыра алмаймыз. Сұйықтық жеткіліксіздігінен бауырға салмақ түсіп, несеп жүйесі шлактарға толады. Тері босап, буындар да құрғайды екен. Сондай-ақ нәрлі заттардың жасушаларға тасымалдануы қиындайды. Ағза осындай ауыртпалықты сезінбесін десеңіз, қияр сусынын дайындап ішуге ерінбеңіз. Қияр сусынының пайдасы ағзаны токсиндерден, зиянды заттардан тазартады. Зат алмасуды жақсартады. Ағзаны дәрумендер мен минералды заттармен байытады. Шөлді басады, қан қысымын төмендетеді. Тәбетті қалыпқа келтіреді. Құрамындағы кремнийдің арқасында бұлшықеттерді нығайтады. Теріні нәрлендіріп, тазалайды, ылғалдандырады. Газдалған сусындардың орнын басады. Егер артық салмақтан арылуды қаласаңыз, бұл таптырмас сусын болмақ. Қияр сусынын қалай дайындайды? Бұл сусынды дайындаудың еш қиындығы жоқ. Қиярды тазалап жуып, 0,5 см қалыңдықта дөңгелеп турайсыз. Мұндай сусынға лимон тілімін қоссаңыз, дәмі кіре түседі. Сосын осы туралған қиярдың үстіне су құясыз. 1 сағат осылай тұндырып қоясыз. Сонымен бірге түні бойы тоңазытқышқа салып қоюға болады. Сусынды ішерде 1 текше мұз салып жіберіңіз. Сусынды ішкен уақытта қияр тілімдерін жеуге де болады. Лимон мен қияр сусыны Қияр мен лимон бір-біріне жақсы үйлеседі. Сондықтан да бұл екеуінен сусын дайындау өте қолайлы. Лимон С дәруменіне бай болғандықтан да ол сусынды одан да пайдалы ете түседі. Лимон мен қияр сусынына жалбыз қосуға да болады. Егер сіз жалбыз дәмін ұнатсаңыз, оны да қосыңыз. Ал мен қиярды турап 4-6
тілімін 1 стакан суға немесе банкаға салыңыз, 1 сағат тұндырып қою керек. Содан соң 1 лимонның шырынын сығып, қияр салынған суға құясыз да жақсылап араластырып іше бересіз. Мұндай сусынды тоңазытқышта небәрі 4-6 сағат қана сақтауға болады. Қияр сусынына лимон шырынын қосқыңыз келмесе, лимонды тілімдеп салып жіберсеңіз де жарайды. Қияр